Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Ирина Разақ. Бүгін сіздерді мен эзотерикалық гимнастикамен таныстырмақшымын. Бұл гимнастиканың кереметі сіздің өміріңізді ғажайыпқа айналдыруға көмек беретін болады. Бұл гимнастикада біз сіздермен үш әлеммен танысамыз: жоғары, ортаңғы және төменгі әлеммен. Бұл үш әлемнен энергия ала отырып, біз өзіміздің өмірімізді өзгертуге мүмкіндіктер ашамыз. Өздеріңіз білесіздер, ақша да, жетістік те, махаббат та, жақсы қарым-қатынас барлығы энергияға келеді. Сондықтан сіздің энергияңыз қаншалықты мықты болса, сіздің өміріңізде соншалықты үлкен өзгерістер пайда бола бастайды. Жалпы гимнастика 27-ден тұрады. Әрқайсысы үш әлемге бөлінеді. 9 жоғарғы әлем, бұл құдайлар әлемі. Ортаңғы әлемде 9 жаттығу, бұл біздің шынайы әлеміміз. Үшіншісі төменгі әлем, бұл біздің ата-бабаларымыздың қолдап қуаттайтын әлем болып есептелінеді. Жоғарғы әлем өскін деп аталады. Жоғарғы әлемнің жаттығулары сізге алға қойған мақсаттарыңызға жетуге күш береді, үмітіңізді оятады. Ортаңғы әлем ол түбір, ол біздің шынайы қазіргі өміріміз болып саналады. Бұл әлемнің жаттығулары сізге мақсатыңызға жету жолында сарқылмас күш сыйлайды және табандылық береді. Төменгі әлем бұта деп аталады. Бұл сіздің бұрыннан жиналған энергияларыңыз арқылы арман мақсаттарыңызға жетуге жол ашады. Жалпы гимнастикамен айналысып жүргеніме 2 жылдан асты. Осы уақыт аралығында көптеген алғыс хаттар алдым. Гимнастика адамға, әйел кісілерге физикалық, эмоционалдық және эзотерикалық тұрғыдан көмектесетін болады. Физикалық көмектерін егер атап айтатын болсам, әйелдерге арналғандықтан гимнастика әйелдердің репродуктивті системасын нығайтады, оның омыртқа және буын жұмыстарын жақсартады, гормондарды реттейді, ең бастысы көңіл күйін және де етеккірінің жұмысын жақсартатын болып есептелінеді. Ол жағынан да көптеген алғыс хаттар, отзывтар бар десем де болады. Екінші жағынан эмоционалдық тұрғыдан ішкі көңіл күйді реттейді. Себебі әйелдер эмоционалды типке жататындықтан ол кісілердің көңіл күйі құбылмалы болады. Ал біздің көңіл күйіміздің, энергиямыздың тұрақты болуы біздің психикамызға көптеген әсерін беретін болады. Үшінші тұрғыдан эзотерикалық тұрғысы. Эзотерикалық тұрғыдан гимнастиканың көмегі ол энергияны көтереді және үш әлем, жоғары, ортаңғы, төменгі әлеммен байланыс орнатады. Ол дегеніміз космоспен байланыс орнату, ақша потогын ашуға көмектеседі, қарым-қатынасты реттейді, армандарыңыздың орындалуын тездетеді және де жаныңыз бен тәніңізді гармонияға алып келеді. Міне осындай бір ғажайып, керемет көмегі бар болып есептелінеді. Бұл гимнастиканы жасау қиын емес. 1 минут күніне арнасаңыз, сіздің эмоционалдық, физикалық және эзотерикалық армандарыңыз жайлап гармонияға келе бастайды. Ғажайып гимнастика әйелдерге арналған. Себебі әйелдердің бала туу жүйесіне, репродуктивті системасына дегендіктен ол әйелдердің бала көтеруіне көмектеседі, баланы аман-есен сау күйінде көтеруге көмектеседі, жүктілік уақытында. Үшіншіден, аман-есен дүниеге алып келіп, денсау ұрпақтың тууына көмектеседі. Төртіншіден, постеродовой депрессия демекте қазір кездегі, содан тез арылуға көмектесетін болады. Себебі гимнастика біздің гормондарымызды және энергиямызды реттейтін әдемі жаттығу болып есептелінеді.